гинекологиялық зеркалада тексерген кезде эрозия деп айтып жатады, бірақ көп жағдайда эктопия анықталады пациенттерде. Эктопия деген ол қатерлі ісікке алып келмейді, инфекциядан босанғаннан кейін артынша пайда болуы мүмкін, қабыну процестері әртүрлі гормоналдық өзгерістерден пайда болады. Емдейтін болса, ол тез жазылып кетеді. Ал енді нағыз эрозия ауыр түрі ол бізде дисплазия. Жатыр мойны жасушаларының құрылымының өзгеруі, басқа да дұрыс емес жасушалардың пайда болуы. Мысалы, деңгей бойынша бөлетін болсақ, хайсил, мысалы, ауыр деңгейдегі дисплазия, ЦИН3, мысалы, ЦИН2, L-сил деп айтады, жеңіл деңгейдегі дисплазия. Қыздар, бұны емдемейтін болсаңыздар, жатыр мойны рагына дейін алып келу қаупі бар. Көп жағдайда дисплазия кезінде онкогенді ВПЧ түрі положительный шығады. Сондықтан өз денсаулығыңызға немқұрайлы қарамай, жылына 1 рет онкоцитология ВПЧ-ға анализ тапсырып, уақытында емделсеңіз, жатыр мойны рагының алдын аласыз.